Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін менің жолдасымның диханшылық еңбегі туралы сіздерге өзімнің видеомды көрсететін боламын. Бұл видеода жолдасым өзі баяндап береді. Ордабасы ауданы Көктөбе ауылы елді мекені. Мына Боралтайды. Боралтай мынау. Мынау сонда бұлақ. Боралтайдың бұлағы. Әйтеуір осы бұлақтан ба, ана жерде тағы бір бұлақ бар. Осы екі бұлақтың біреуінен Қажымхан атамыз су ішіп жатады екен. Келіп осы жерде су ішіп отырып бір демалып кетеді дейді. Естігенім мына бұлақ. Ішінде бұлақтар. Енді осы бұлақпен былай қарай ағыр теккенбіз. Осы бұлақтың есімен дарбыз ектік. Тек бұлақтан ғана су ішкен дарбыз. Таза бұлақтан. Әйтеуір Алладан тілейміз. Қай адам жесе де ойларында қандай да бір дерт болса, сосын шипа болсын. Шипасын берсін. Әйтеуір сондай жеген адамдардың бәрі иманды, ибалы, сондай иман жүзде болсын. Мына жерлерде мына жерде шай қойып отқан екен. Негізі мынау ескі арнасы дейді бұлақтың. Сондай дейді. Көктөбе елді мекені. Осы мынау КамАЗ. Сіздеріміз артып жатырмыз. Осыдан су ішкен. Тартып су ішіп, бәріміз осы бұлақтан ішкен. Осы жерге ағызып отырып ішкіздік. Осы бұлақтан ішкен дарбыздар. Құдай Алла тағалам, Құдай қаласа осы дарбызды жеген әрбір адамның бойларында дертесіне шипасын берсін. Құдай қаласа мына КамАЗ ертең Астанаға барады. Астанаға кетіп жатыр мына дарбыздар. Міне. Құдай қаласа КамАЗ кетіп жатыр. Мына балдар артып жатыр. Дайындалып жатыр балдар. Артуға жұлып жатыр. Не адам ертеңіне тардың жұламыз, бір күн жұламыз. Ар жағын жұламыз. Соны кешке ютубқа ма, тиктокқа ма салып жіберсін. Балдарға қыздарға айтып көремін. Құдай қаласа. Инстаграмға ма. Астанаға барады ана КамАЗ. Бүгін артса, бүгін түнде артса, бүгін 5-ші, 4-ші шілде. Құдай қаласа 2 күнде барса 6. 7-сі, 8 күндері, 7-8 күндері сол неде болады. Астанада болады Құдай қаласа. Сол кезде міне мына дарбызды жейсіңдер. Міне. Құдай қаласа. Бұлақтың суын ішкен дарбыздар. Осы дарбыздарды жейсіңдер. Мына балдар артып атты, жұлып атыр. Түнгі сағат 11-де бастайды. 12-де артуды бастайды. Құдай қаласа. Даққа ғана артып, даққа ғана апарат Астананың адамдарына. Алла нәсіп етсе, бұл жүгіттер тағы аламыз дейді. 70 тоннадай, 90 тоннадай аламыз дейді. Мұндарымыздар дайындап жатыр. Бұл балдар. Құдай қаласа. Дайындап жатыр. Мынау қалғандар 5 килолықтар, 4 килолықтар әр жерде бір қалып жатыр. Бұлардың да өзінің адамы бар. 6 килодан жоғары кетіп жатыр. Осылай. Осылар бізді жеңіздер. Мынау КамАЗ. Тәнің 35 тонна артып кетеді.
Егер де сіздерге менің жолдасымның осы қарбыз егу, диханшылық еңбегі ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Сонда сіздер ең алғашқы болып менің келесі бұдан да қызықты видеоларымды бірінші болып көретін боласыздар. Сау болыңыздар.